Бүгінгі сабағымызға, виртуалды сыныбымызға қош келдіңіздер балалар. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отырып, сабағымызды жалғастырамыз. Қоршаған орта бөлімі бойынша Дәулет Хасеновтың найзағай мәтінімен танысатын боламыз. Балалар, мынандай дыбысын естідіңіздер ме? Бұл қандай табиғат құбылысы деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыздар. Бұл найзағай. Олай болса, біздер бүгінгі сабағымызда найзағай туралы мәлімет алайық. Найзағай табиғаттың қызық та әдемі құбылыстарының бірі. Алайда оның әдемілігі сізді қаншалықты таң қалдырса, соншалықты үрейлендіре де алады. Иә, ол кәдімгідей қауіпті. Статистика бойынша орта есеппен бір күнде 8 миллионға жуық найзағай жарқылдайды. Ал жылына аспан 300 миллионға жуық рет дүр сілкінеді. Мына картаға қараңыз. Жай оты жиі ойнайтын аймақтар сары қызыл түспен белгіленген. Көз ілеспес жылдамдықпен жарқ ете қалатын бұл оттың энергиялық күші 100 000 амперден асып түседі. Жыл сайын ормандар мен қалаларда өрт тұтынуына себепші болуының сыры осыда. Ол тоқ желілерінде істен шығарады. Керек десеңіз жасын адамға да тиеді. Ғалымдардың зерттеу бойынша әрбір 600 000 адамның біреуіне тиюі әбден мүмкін. Мүмкін деген сөздің астын сызып қояйық. Жыл сайын әлемде найзағайдан 3000 адам қайтыс болады. 2007 жылы Оклахома тұрғындары әлемде ең ұзын найзағайдың пайда болғанын көрген. Оның ұзындығы 321 шақырымға дейін жеткен. Ал ең ұзақ найзағай Альпіде тіркелген. Ол 7,72 секундқа созылыпты. Найзағай жарқылы, жоғары разрядты электр қуатымен тең. Ал оның температурасы плюс 30 000 градусқа дейін жетеді. Естіп тұрсың ба, Карл? 30 000 градусқа дейін жетеді екен. Бұл күн аймағындағы температурадан 6 есе жоғары. Иә, 6 есе жоғары. Найзағай кезінде абдырап қалуға болмайды. Мына ережелерді есте сақтағанымыз жөн. Көбінесе найзағай биік ғимараттарға, ағаштарға түседі. Олардан 50-60 метр қашықта болғаныңыз дұрыс. Ал жазықтықта ешқандай биік мұнара жоқ жер болса, сонда жүрген адамға түсуі мүмкін. Саяхатқа, ұзақ сапарға, серуенге шығар болсаңыз, ғаламтор арқылы алдағы ауа райымен танысыңыз. Ашық алаңқайда, орманда, жағажайда, өзенде, қорғансыз жерде найзағай ойнап тұрса, қауіп күштірек болмақ. Мұндайда киіміңіз су болғаннан қорықпаңыз. Құрғақ нәрсеге қарағанда су киім қауіпсіздеу. Найзағай басталған сәтте дереу судан шығып, жағажайдан алыстауға тырысыңыз. Найзағай кезінде жерге жатуға, ағаштың астына тасалануға, бір орында тұруға да, жылдам жүгіруге де болмайды. Бір қалыпты жылдамдық сақтаған дұрыс. Қолшатырды да ашпаған абзал. Денедегі металл бұйымдардың бәрінен арылыңыз, себебі олар тоқты өзіне жақсы өткізеді де найзағай кезінде қауіп туғызады. Көшеде жүрсеңіз, автобусты, көлікті паналауға болады. Ал үйде болсаңыз, электрменен жұмыс істейтін барлық аппаратты өшіріп, есік терезені жабыңыз. Осы ережелерді қатаң ұстану арқылы өзіңізге және жақындарыңызға да қауіпсіз болады. Оқулықтарымызбен жұмыс жасайық. Әдебиеттік оқулығымыздың 88-ші бетін ашып қоялық. Жаңылтпашты жаңылтпай айтуға жаттығайық. Көктем жауын шашынсыз болмас, жауын шашынды болса, жасынсыз болмас. Бұл жерде жасын сөзі сіздерге таныс па, балалар? Олай болса, дәптерлерімізді ашып, 19 сәуір деп жазайық. Жасын сөзіне мағынасы жоқ сөздер. Жасын сөзі, жасын, жай және найзағай деген мағынаны білдіреді екен. Енді
Балалар, Дәулет Қасеновтың найзағай мәтінімен танысатын боламыз. Мен сіздерге оқып беремін, сіздер мұқият қарап, жалғастырып бірге оқып отырыңыздар. Найзағай. Жазғы демалыс кезі біз жүгерінің арамшөбін отап жүредік. Күн күйіп тұрған. Түске таман аспанда қара бұлт пайда болды да, ұлғая аспанды түгел жайлап алды. Дала көңірттеніп түнере түсті де жаңбыр құйып кетті. Қос едәуір жерде еді. Жұрт паналар жер таппаған соң кетпен күректерін төбелеріне тосты. Төңкерілген көп кетпен жыпырлап тұр. Найзағай жарқылдап, шатыр-шұтыр күн күркірегенде металдың ай тартатыны есіме түсе кетті. «Қашыңдар!» деп айқай салдым. «Кетпенді тастап қашыңдар!» деп дауыстады Болат та менің ойымды түсінгендей. Балалар, мәтінді ары қарай өздерің жалғастырып оқып алыңыздар. Балалар, мәтін түсінікті ме? Олай болса, дәптерлерімізге сөздікпен жұмыс, қош және кетпен сөздерін жазып алайық. Енді кім көп біледі екен? Жылдың қай мезгілінде күн күркіреп, найзағай ойнайды? Жылдың қай мезгілінде қандай табиғат құбылыстары болады? Найзағай адам өміріне қауіпті ме? Найзағайдан қалай қорғану керек? Үйге берілетін тапсырма мәтінді оқып, мазмұнын әңгімелеу және кері байланыс арқылы жауаптарыңызды күтемін. Сау болыңыздар.